Осы жерде міне, кез келгеніміз осы жерде қазір ойланып отырық. Әр қайсыңыз, мен білмеймін, әр адамда косяк бар. Өздерінің істеп жүрген қателіктер бар. Ешкімге білдірмей жүрген күнәлар бар. Сен тура соны ойлап отырсың қазір. Негізі қою керек еді, негізі деп. Сен осы жерде ойлап отыр, әркім өзінше ойлап отыр оны. Құдай жасырып тұр да, мына ашса бар ғой, мына жер быт-шыт болады қазір. Бірақ қазір ойлап отырсың ғой, біздегі проблема жігіттер, осы қазір ойлап отқан нәрселеріңді істесеңдер өзгерер едіңдер ғой. Жоқ, көшеге шыққаннан кейін именно соны қайталаймыз ғой біз. Именно сол нәрсені ұрамыз ғой біз. Ал қараңызшы, бізге керегі не өз? Намаз оқып жүріп, намазханбыз деп ойлаймыз. Өзімізді ана бейнамаздар деп сөйлейміз. Біреулерден өзіміз жоғары санаймыз. Ал қияметте таразыға ең ауыр түсетін не білесіздер ме? Көркем мінез. Алла Тағала қараңызшы. Бір күні мынандай сөз айтқан болатын мен қай бір жыл. Бұл интернетте жүрді. Қарап құлшылықтың ең абзалы бұл қарапайымдылық. Айша анамыз айтады. Бір жігіт намазхан танысым, бір жерде кездесіп қалсақ, мен сіздің бір сөзіңізге қапа болдым. Не болды, сөйтіп айтыпсыз ғой. Сен маған қапа болмай-ақ қой, сен Айша анамызға қапа бол. Қияметте сонымен сөйлесесің. Менің сөзім емес. Сөйтсе қараңыз, біздегі бірінші түсінік қателік. Құлшылық не десе намаз, ораза дейміз ғой. Зекет, қажылық болды. Ал күліп қарау құлшылық. Жерде жатқан тасты адамдарға зиян бермеу үшін алып тастау құлшылық. Көршіңнің жағдайын сұрау құлшылық. Аурудың жағдайын сұрау құлшылық. Құлшылық деген, сен Алла үшін істеген амалдарыңның бәрі құлшылық болады. Ал қараңызшы, бір қызық айтайын енді. Біз намаз оқып жүріп деп мәз боламыз ғой, иә? Қияметте таразыға ең ауыр түсетін көркем мінез. Көркем мінез деген. Ол бізде жоқ, өкінішке орай. Намазхандарда. Біріншісі. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Қараңызшы, ей Абузарға айтады. Мен саған екі нәрсе үйретейін. Бұл неде жеңіл, ақыретте таразыға ауыр. Біреуі дейді соны, ұзақ үндемеу дейді. Көп сөйлеме дейді. Екіншісі көркем мінез дейді. Және екі нәрсені ұмытпа. Біреуге істеген жақсылығыңды ұмыт, біреудің істеген жамандығын ұмыт дейді. Бізде 180 градус наоборот қой. Біреуге істеген жақсылығымызды өмір ұмытпаймыз ғой біз. Жазып қойғанбыз ғой тағы, ұмытып кетем ба деп. Біреудің істеген жамандығын ешқашан ұмытпаймыз ғой біз. Біз керемей қарама қарсы жүреміз біз. Және айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кейбір адамдар көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстайтын, түнде намаз оқитындардың дәрежесін жетіп алады дейді. Бұл жігіттер Рамазандағы оразаны айтып тұрған жоқ. 5 уақыт намазды айтып тұрған жоқ. 5 уақыт намаз, ораза, Рамазан айында ораза ұстау, бұл тақуалық емес жігіттер. Бұл сенің міндетің. Хочешь, не хочешь орындайтын нәрсе. Тақуалық деген нәрсе не? Саған бұйырылмаған нәрсе орындасаң жақсы. Ол тахаджуд сияқты. Тахаджуд бізге міндет емес. Енді көтеріп көрді өзіңше тахаджудқа. Сүннет қой ол деп жата береміз ғой бізге бәрі ғой. Осыны айтады. Тахаджудқа тұратындар кімдер? Бұлар тақуалар. Ал нәпіл ораза ұстайтындар, бұлар өзінің нәпсісін өздері сындырып тастағандар. Пайғамбар не дейді? Сондай өзін сындырып тастаған адамға көркем мінезімен солардың дәрежесіне жетіп аласың дейді. Енді Құран аятынан айтайық. Алла Тағала Құранда айтады. Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала. Инналлаха мa'ас-сабирин. Ей Аллаға иман келтіргендер, қараңызшы, сабырмен және намазбен Алладан жәрдем сұраңдар. Әлбетте Алла намазхандармен бірге дей ма? Алла сабырлылармен бірге дейді.